Майамидегі құпия келіссөздер мен жабық есік артында талқыланған 20 тармақтан тұратын бейбітшілік жоспары. Әлемнің назары басқа жақта болғанда, Украинадағы соғыстың тағдыры Флоридада шешілуі мүмкін бе? Әзірге ресми мәлімдеме жасалмағанымен, ақш, Украина және Ресей өкілдерінің бір уақытта Майамиде болуы үлкен дипломатиялық бетбұрыстың басталғанын аңғартады. 3 күн бойы Украина қорғаныс министрі Рустем Умеров пен бас штаб бастығы Андрей Игнатов, ақштың арнайы өкілдері Стив Уиткоф және Джаред Кушнермен қарқынды кездесулер өткізді. Олармен бірге Еуропалық қауіпсіздік кеңесшілері де ортақ стратегияны үйлестіру үшін үстел басына жиналды. Сонымен қатар Ресей өкілі Кирилл Дмитриев те Майамиде болып, ақш командасымен бөлек кездесулер өткізгені туралы ақпарат бар. Бұл үшбұрышты дипломатия соғысты тоқтату жолындағы нақты қадамдардың бірі. Бұл келіссөздердің өзегі 4 маңызды құжат. Біріншісі, Украинаның талаптары ескерілген жаңартылған 20 тармақтан тұратын бейбітшілік жоспары. Екіншісі, Ресейдің болашақтағы агрессиясын болдырмауға бағытталған көпжақты қауіпсіздік негізі. Сонымен қатар, Украинаның қираған инфрақұрылымын қалпына келтіруге арналған ауқымды экономикалық өркендеу жоспары талқылануда. Қазір мәселе соғыстың қашан аяқталатынында емес, оның қалай және қандай реттілікпен жүзеге асатынында болып тұр. Дегенмен, конструктивті диалог деген сөзге алдануға әлі ерте. Президент Зеленский келіссөздердің жылдам жүріп жатқанын мойындаса да, көп нәрсе Кремльдің шынайы ниетіне байланысты екенін атап өтті. Мәскеу әлі де аумақтық амбицияларынан бас тартқан жоқ, және бұл келісімдерді негізсіз деп атауда. Қос тараптың арасындағы алшақтық әлі де үлкен, бірақ алғаш рет екі жақта бір құжатты талқылауға көшті. Майамидегі кездесу нақты шешім бермесе де, 2026 жылға арналған үлкен ойынның бастауы болды. Бұл соғыстың аяқталуы ма, әлде уақытша үзіліс пе? Біз оқиғаны бақылай береміз. EBB News арнасына жазылып, соңғы жаңалықтардан хабардар болыңыз.